Сәлеметсіздер ме, құрметті оқушылар? Өзін-өзі тану сабағына қош келдіңіздер. Бүгінгі сабағымыздың тақырыбы адам мінезі деп аталады. Сабағымыздағы негізге алатын құндылық ол ақиқат құндылығы, ал қасиеттер шынайылық, мейірімділік. Кісіге екі дүниеде пайдалы нәрсе ізгі іс немесе мінезі түзулік. Жүсіп баласағұней. Осы дәйек сөздің мағынасын қалай түсінесіздер? Жалпы мінез деген сөздің мағынасын қалай түсінеміз? Бұл сұраққа жауапты алу үшін келесі ақпаратпен танысуға шақырамын. Мінез туралы түсінік. Мінез адам бойындағы қасиеттер мен әрекеттердің жиынтығы. Адамның іс-әрекетінен оның мінезін тануға болады. Адамның мінезі оның өзіне, өзгелерге қарым-қатынасынан байқалады. Адамдардың адал қызмет етуі, сабырлы, төзімді, ақ көңіл болуы жақсы мінездің көрінісі болып табылады. Жақсы мінезді адам айналасына шуақ шашқан күнмен тең екен. Әр адамның өз мінезі болады. Бұл оның жағымды және жағымсыз факторлардан тұратын жеке қасиеттері. Адам мінезі ана құрсағында жатқан күннен пайда болады деген түсінік бар. Бұл қаншалықты даулы мәлімдеме болғанымен де, онда бір шындық бар сияқты. Неге десеңіз, даралық пен мінез бір-біріне өте жақын ұғымдар, бір-бірімен өте тығыз байланысты. Жаңа туылған егіздерді сыртқы көрінісіне қарап ажырату мүмкін болмағанымен, олардың режимі мен эмоциялары әртүрлі болады екен. Біреуі көбірек ұйықтағанды ұнатса, екіншісі бірдеңе талап етіп айқайлауы мүмкін. Өсе келе біреуінің мінезі сабырлы болса, ал екіншісі шыдамсыз болуы мүмкін екен. Тұлға мінезінің 5 жағымды тұсы бар екен. Осыған тоқталып өтейік. Біріншіден, ол әдептілік. Адамның қоғамда жалпы қабылданған этика мен адамгершілік нормаларына сәйкес өзін-өзі ұстай алу қабілеті. Әдептілік сыпайылық таныту, өзгенің сезімін түсіне білу және өзінің іс-әрекетімен ыңғайсыз жағдайларға жол бермеу. Бұл қасиетті жетік меңгеру үшін адам өзін басқаның орнына ойша қоя білу керек екен. Бұл қасиетті бойға сіңіре білу өте маңызды. Себебі қазіргі таңда қоғамда мұндай адамдар өте аз. Бұл қиын болғандықтан емес, біздің қоғамымызда өзімшілдік пен ашуланшақтық басым. Қазіргі таңда біреуге көмектесу, басқа адамға түсіністікпен қарау нормаға емес, керісінше сирек кездесетін құбылысқа айналып бара жатыр. Екіншісі ол сын, яғни критика. Адам баласы ең алдымен өзіне сыни тұрғыдан қарай білу керек. Бірақ бұл объективті болуы тиіс. Біреулерді бағалау немесе талқылау кезінде алдымен өзіңе сын көзбен қарай білу керек. Өзіңіздің кемшіліктеріңіз бен артықшылықтарыңызды батыл түрде қабылдай біліңіз. Белгілі бір дәлелдерсіз басқа адамды айыптау дұрыс емес. Мұндай сын тек жағдайды қиындатып, адамдар арасында қарым-қатынасқа нұқсан келтіруі мүмкін. Мысалы, біреуді тәртіпке шақыру қажет болса, мұны дөрекі қылықтарсыз, мазақтаусыз жасаған дұрыс. Адамның мінез құлқына әсер ететін маңызды фактор ол шамадан тыс қызығушылық таныту. Мысалы, біреуді ұзақ уақыт қарастыру, зерттеу, оның жеке хабарламаларын оқу, орынсыз сұрақтар қою бұл әдепсіздік болып саналады. Әңгімелесушіде туындаған ыңғайсыз жағдайды байқасаңыз, ештеңе көрмегендей сыңай танытқаныңыз дұрыс. Бұл жағдайды әрі қарай онымен де, басқалармен де талқыламағаныңыз дұрыс болады. Келесі ол бізде қарапайымдылық. Қарапайымдылық деген ұялшақтықты білдірмейді. Бұл адам баласы өзінің көзқарасы мен пікірін білдіруде кішіпейіл болу керек дегенді білдіреді.
Қарапайымдылық бұл сіздің басқаларды құрметтеуіңіз, оларды мұқият тыңдай білуіңіз және мақтаған кезде сөзін бөлмеуіңіз. Яғни адамның қарапайымдылығы оның атақ даңқына, оның дәрежесіне, оның байлығына қарамастан өзінің бойындағы ішіндегі адамгершілік қасиеттерін сақтай білуінде, соны қарым-қатынас барысында көрсете білуінде екен. Келесі қасиет ол табиғилық. Сіз өзіңіздің ішкі мінезіңізден өзгеше бейне ойлап табуға тырыспаңыз. Табиғилыққа шыншылдық, адалдық сияқты қасиеттер жататын болса, екіжүзділік пен алдап арбау сияқты қасиеттер мүлдем жатпайды. Яғни адам қаншалықты табиғи болған сайын, оның жанында шынайы достары да көп болады. Яғни біз өзімізді біреуге ұнау үшін, немесе жақсы бір атақ алу үшін, көзге жақсы көріну мақсатында өзіміздің бойымыздан жасандылықты көрсетпеуіміз керек. Яғни өзіміз қандай, мінезіміз қандай, сол табиғи бейнемізді, қалпымызды сақтай білуіміз қажет екен. Сонда біздің жанымызда шынайы достарымыз ұзақ уақытқа, яғни өмір бойына қалатыны сөзсіз. Келесі ол абырой. Өзін-өзі бағалау бұл барлығына белгілі сөз тіркесі. Бірақ бұл сөз тіркесінде өзін-өзі құрметтеу сияқты қажетті мінез сипаттамасы бар. Бұл адамға өзін барлық жағдайда пайдалы, бір қалыпты және салмақты сезінуіне мүмкіндік береді. Яғни адамның абыройы бұл ең біріншіден адамның өзін-өзі құрметтеуінен басталуы керек. Яғни адам өзінің мүмкіндіктерін, өзінің қажеттіліктерін, өзінің жан дүниесін дұрыс түсініп және өзін құрметтей білсе, демек айналасындағы адамдар да оған құрметпен қарай бастайды екен. Сол арқылы ол абыройға ие болады екен. Өзін-өзі құрметтейтін адамдар еш уақытта өзін қорлауға, өзін балағаттауға жол бермейді. Сонымен қатар өз орнын біліп, жеңіл-желпі мінез көрсетпейді екен. Міне балалар, осы айтылған типтегі мінез ерекшеліктері, яғни біз осы қасиеттерді бойымызда сақтай білсек, онда біздің басқалармен қарым-қатынасымыздың дұрыс жолға қойылуына мүмкіндік ашылады екен. Әрі қарай сабағымызды тапсырма орындаумен жалғастырайық. Қажетті сөздердің ішінен жақсы мінезге тән сөздерді теріп жазыңдар. Қажетті сөздер: кішіпейілділік, қырсықтық, адалдық, ақкөңілділік, мақтаншақтық, жауапсыздық, қайсарлық, мейірімділік, ұстамдылық, ашуланшақтық және де жігерлілік. Балалар, енді бір мезгіл ойланып көрейікші, осы сөздердің ішінде жақсы мінезге тән сөздер қайсысы деп ойлайсыңдар? Әрине, ол біріншіден кішіпейілділік. Екінші, адалдық екен, дұрыс. Қайсарлық, әрине. Ақкөңілділік, дұрыс. Мейірімділік, өте жақсы. Ұстамдылық және де жігерлілік. Міне, яғни жақсы мінезге тән сөздер осылар екен. Ал бұл жердегі жаман мінезге тән қасиеттер қайсысы деп ойлаймыз? Ол әрине біздегі аталмай қалған қасиеттер. Яғни қырсықтық, мақтаншақтық, жауапсыздық, сондай-ақ ашуланшақтық қасиеттер екен. Балалар, ендеше бүгінгі сабағымызды қорытындылай болсақ, жақсы мінез-құлық пен ақыл күші адамшылық қасиеттері болып саналады. Егер бұл екеуі бірдей болып келсе, біз өз ойымыз бен іс-қимылдарымыздан абзалдық пен жетілуді табамыз. Және осы екеуінің арқасында біз ізгі, қайырымды адамдар бола аламыз. Осылайша бақытқа қол жеткіземіз. Иә, балалар, осымен бүгінгі сабағымызды аяқтаймыз. Келесі сабақта кездескенше сау болыңыздар.